Қызымды ұйықтатып тастап телефон қарап отырсам, Инстаграмда арықта деген толық бетті қой құрсын мә. Шеті қой құрсын арықтайын деп. Ой, арықтауларыңыз қиын болып жатыр ма сіздерде да? Қой деп орнына атып жаттығу жасайын деп жатсам, что-то киім ыңғайсыз киімді ауыстырып келейін деп бөлмеге кіріп бармайын ба? Бөлмеге кіріп қалсам бөлменің апыр-топыр шығады. Ойбай, құрсын видеоға түсемін деп арықтайын деп жаттығу жасайын деп қоямын да бөлмені бірінші жинап алайын деп апыр-топырын шығарып, пачақ-пачағын шығарып, бәрін жинап тастадым. Ұлым да соның жүзіне қабаттасып төсек жинайын десем үстіне мініп жатып алады ғой. Тұр деп әйтеуір айқай шумен әйтеуір жинадым. Соның өзіне киім апарам десе, мен апарам деп ойбай мә апар деп беріп қойдым. Содан гүл тасысам, мен де тасимын деп ойбай мә тасы деп бұған да гүл тастық қойдым риза болып. Қош ақыры жинап бастадым ғой деп бөлмені де жуып алдым. Сөйтіп бөлменің пачағын шығарып жуып алдым. Сөйтіп келесі бөлмеде шаң болып кетті. Залға келсем, залда шаң болып кетті. Қош деп бастадым ғой деп бәрін жуып шықтым. Полдарын жуып, соның арасына қызым жылап үлгеріп жатыр ғой. Сөйтіп қызымды бесігімен тербетіп отырдым да бесігімен көтеріп пачағын шығардым да апарып тастадым да бөлмесін сыпырып алдым да жинастырып сыпырып жуып болғаннан кейін қайтадан бөлмесіне апардым да жатқызып тастадым, есігін жауып тастадым, неғып жинап алайын деп. Осы бар ғой, үйде барлық адам болған кезде үйде тып-тыныш әйтеуір қызымда ұйықтағыш болып кетеді де бір өзіңде бір жұртқа бір андай жаманатты болып жек көрінішті болып қалады екенсің, ал күндіз енді будний күндері бәрі жұмыста болған кезде менің қасымда болады екеуі де ұйықтамай кетеді, екеуі де мазасызданып, екеуі де аяғым оратылып кетеді ғой ше. Ал когда үйде бәрі болған кезде ұйықтағыш болып кетеді ғой осылар ше. Менде ма осындай жағдай, әлде сіздерде де бар ма? Содан не керек, жинайтын үйімді жинап алдым, киімді ауыстырамын деп үй жинап кеттім ба, білмеймін, құрсын не болып кетті өзі. Содан арпалысып қызым да жылап кетті. Содан балама жат десем жатам деп қойды. Давай жат деп едім, жатып қалды. Содан мен де жата тұрайын деп сөйтіп жатып қалсам, сөйтсем ұйықтап қалыппын.